Мына жерде светофор жасыл жанғанда ғана өтейік, машинелердің өтуіне кедергі болмай. Ал, жасыл жанды, өтіп кетейік тезірек. Мынандай жағдай болып тұр ғой. Рұқсат бермеді дегендей. Біз осыдан бір ай бұрын 27-ші маусым күні бір ай бұрын қалалық әкімшілікке осында Ләззат Асанованың туған күніне орайластырылған желтоқсан батырларына тағзым атты бір шара өткізбекші болғанбыз. Тәуелсіздіктің 20 жылдығына, желтоқсан көтерілісінің 25 жылдығы соған орайластырылған осындай шара өткізбекші болғанбыз. Өкінішке қарай әкімшіліктен бұған рұқсат етілмеді. Сонан кейін біз ойладық, мүмкін олар түсінбеген шығар. Түсінбей қалғаннан кейін екінші рет 15-ші шілде күні екінші хат жаздым, рұқсат сұрап. Осындай Алматы қаласының әкімдігі бірге келіп, бірге осындай шараны өткізейік. Оған да рұқсат етілмеді. Мына жерде жол қозғалысына кедергі жасаймыз, жүргіншілерге кедергі жасаймыз деп 150 адам деп шараны орайластырғанбыз. Бірақ та шара рұқсат етпегендіктен көбі. Сондықтан енді өзіміздің жоспарлаған ісіміз бойынша осы гүл шоқтарымызды қойып, Ләззат туралы, желтоқсан туралы бірінші рет желтоқсан ызғар атты кітап жазған ағамыз қасымызда түріне желтоқсан туралы фильмде шығарылып жатыр, документті фильмде шығарылып жатыр. Ләззат туралы кантата сияқты үлкен музыкалық шығармалар шығарылып жатыр. Осылардың бәрін жинасақ, қазір бір 40-50-ге тарта желтоқсан тақырыбына жазылған мәдени, басқа да әдеби шығармашылықтар жеткілікті екен. Енді мына біздің шарамызды рұқсат етпегендіктен біз өзіміздің гүлдерімізді қойып, осы жерде енді мемлекет болғаннан кейін, өкімет болғаннан кейін солардың рұқсат бермеген шарасын біз өткізбейік. Бірақ та ұлтым деген, халқым деген, жүрегінде желтоқсан үшін осындай бір өшпес оты бар адамдар келіп, өздері тағзым етіп күні бойы енді біз заңды сүйетін халық болғаннан кейін мемлекетіміздің рұқсат бермеген шарасын енді өткізейік деп отырған жоқпыз. Сондықтан өзіміз тағзым етіп ал енді күндеріміз Ағамыз бар, дәр адамдар, Рамазан ағамыз бар. Ағамыз